Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы науқастың функционалдық жағдайын бағалау. Сабақтың мақсаты: науқастың функционал жағдайын бағалау, қызба туралы түсінік, термометрия туралы түсініктер, қызбаның жүктелуін, тамыр соғуын анықтау, артериалдық қан қысымын өлшеу, функционалдық өзгерістерді бақылау туралы толық мәлімет беру. Жаңа сабақтан күтілетін нәтижелер: бірінші, науқастың функционал жағдайын бағалауды біледі. Екінші, іс-әрекет алгоритмдерін меңгереді. Үшінші, дене қызуын, тамыр соғуын, қан қысымын өлшеуді үйренеді. Жаңа тақырыпты қабылдауға дайындық. 1724 жылы неміс ғалымы Фаренгейт алғаш термометрді ойлап тапты. Ол термоскоптарды сынап немесе спирт толтырып ауа өтпейтіндей етіп дәнекерлеп түтікше ретінде жасады. Мұндай термометрлер әлі күнге дейін ақш-та қолданылады. Термометр түрлері: сынапты термометр, әмбебап сандық термометр, ауызға салып өлшейтін термометр, оптикалық термометр және термотест. Қызба дегеніміз дененің кейбір ауруларға қарсы қорғаныш реакциясы. Мұндайда температура көтеріледі, ол организмнің қорғанышты қуатын арттырады. Қызыну жұқпалы және жұқпайтын аурулармен ауырғанда, пирогендердің микробтар және олардың улары, жат белоктар, олардың ішінде сыворотка мен вакциналар, кейбір химиялық заттар әрекеттеріне жауап ретінде пайда болады. Қызбаның аса күшеюі әртүрлі органдар мен жүйелер қызметінің бұзылуына келіп соғады. Жүйке жүйесі, жүрек, қан тамыр және тыныс жүйелері қызметі зат алмасу бұзылады, кіші дәрет дұрыс жүрмейді. Науқастың дене қызуын өлшеу алгоритмі. Дене қызуын өлшейтін жерлері: қолтық асты ойысы, ауыз қуысы, шатаралық қыртыстар, тік ішек. Дайындаңыз: медициналық термометрді, лотокты, салфеткаларды, сағатты, қара түсті қаламсапты, қызуды тіркейтін журналды, қызу парағын, ішінде зарарсыздандыру ерітіндісі бар ыдысты, таза термометрлерді сақтауға арналған ыдысты. Іс-әрекет алгоритмі. Науқасқа ем-шара мақсатын және барысын түсіндіріңіз, оның келісімін алыңыз. Гигиеналық деңгейде қолыңызды тазартыңыз. Науқасты отырғызыңыз немесе жатқызыңыз. Термометрді қолға алыңыз, оның бүтіндігін тексеріңіз. Сынап бағанасы 35 градустан төмен түскенше сілкіңіз және қараңыз. Қолтық асты ойысын қараңыз. Егер де қызару, жергілікті қабыну процесі болса, онда дене қызуын өлшеу жүргізілмейді. Науқастың қолтық асты ойысының терісін жеке салфеткамен құрғатып сүртіңіз. Термометрдің сынап резервуарын қолтық асты ойысына салыңыз. Ол денемен толық жанасуы керек. Дене қызуын өлшеу уақытын белгілеп қойыңыз. 10 минуттан кейін термометрді алып, оның көрсеткішін сынап бағанасы жоғарылауы бойынша анықтаңыз. Науқасқа алынған нәтижені хабарлаңыз. Термометрдің көрсетілімін дене қызуын тіркейтін журналға сандық, ал қызу парағына графикалық қисық сызба түрінде жазыңыз. Пайдаланған термометрді сілкіп, сынаптың резервуарға түскеніне көз жеткізіңіз. Пайдаланған термометрдің ішінде зарарсыздандыру ерітіндісі бар ыдысқа салыңыз. Ағынды судың астында зарарсыздандыратын заттың иісі кеткенше жуыңыз. Салфеткамен құрғатып сүртіп, салфетка салынған лотокқа немесе шыны ыдысқа салып, құрғақ түрінде сақтаңыз. Қолыңызды жуып, кептіріңіз. Қызбаның жоғарылау дәрежесі бойынша ажыратылады. Субфибрильді 37-38 градус аралығы. Орташа жоғары немесе фибрильді 38-39 градус. Жоғары немесе периодикалық 39-41 градус аралығы. Өте жоғары немесе гиперпериодикалық 41 градустан жоғары. Қызба кезеңінің сипаттамасы. Бірінші кезең: температураның көтерілуі, науқас шағымдары: бас ауруы, сүйек сырқырауы, әлсіздік, қалтырау, тері жамылғылары құс терісі түрінде, есін жағдайы өзгермеген. Науқасқа күту алгоритмі: емделушіні жылыту, жылы көрпемен жабу, аяғына жылытқыш қою, ыстық тәтті шай беру.
Екінші кезең – температураның тұрақты болуы. Науқастың шағымдары: бас ауруы, сүйек сырқырауы, сусау, ауыз құрғауы. Тері жамылғылары: беті қызарады, тері ыстық, ауыз қуысының кілегей қабаты құрғайды, ерні қызарады. Ес жағдайы елес, сандырақ болуы мүмкін. Науқасты күту алгоритмі: маңдайына компресс немесе мұзды мұйық қою, теріні сірке қосылған суық сумен сүрту, суық сумен ылғалданған жамылғышпен орау, дәрумендендірілген салқын сусынды ішкізу, ауыз қуысының кілегей қабатын жуу, ерінді вазелинмен майлау. Үшінші кезең – температураның төмендеуі. Науқастың шағымы: әлсіздік, бас айналу. Тері жамылғылары: терісі бозғылт, суық, жабысқақ терімен қапталған. Есін жағдайы: мелшиген, кейде есінен танады. Науқасты күту алгоритмі: төсектің аяқ жағын жоғарылатып, жастықты алып тастау, дәрігерді шақыру, кофе немесе ыстық шай беру, науқасты қымтап жабу. Есте сақтау керек: қызба парағында дене қызуы қара түспен, тамыр соғуы қызыл түспен, артериалды қан қысымы жасыл түспен белгіленеді. Артериялық пульсті анықтау. Пульсті зерттеудегі іс-әрекеттердің реттілігі. Пульсті шыбық артериясында анықтау. Дәрігер науқастың білезік буындарын қапсырап алады. Екінші, үшінші, төртінші саусақтарын ұшын шыбық сүйегінің біз тәрізді өсіндісінен төмен орналастырады, ал маңайынан қолымен ұстайды. Үлкен бармақ қолдың сырт жағында. Артерияны шыбық сүйекке тақап басып тексереді. Екі қолда пульстің толықтығы бірдей болса, әрі қарай қалған қасиеттерін бір қолда анықтайды. Пульс жиілігін 1 минутта соғуын санау. Ырғақтығы: пульс толқындарын арасы бірдей. Кернелуі: пульстың басып мүлдем тоқтату жұмсалатын күшке сәйкес келеді. Толықтығы: дәрігердің көмекшісі шыбық артериясын жоғарғы бөлігін пульс тоқтағанша басады, сосын босатады. Пульс толқындары бірдей анықталса, толық пульс. Пульс көлемі толықтығы мен кернелуіне сәйкес. Пульс пішіні қан тамырдағы артериялық қысымның систола мен диастоладағы өзгерісіне байланысты. Тез өзгерсе, қан тамыр қабырғасы тез кернеліп, тез босансиды. Тамыр соғуының көрсеткіштері: қалыпты жағдайда ересек адамның тамыр соғуы жиілігі минутына 60-80 ретті құрайды. Брадикардия дегеніміз тамыр соғуы минутына 60-тан төмен болса. Тахикардия дегеніміз тамыр соғуы минутына 80-нен жоғары болса. Аритмия – ол тамыр соғуының ретсіз болуы. Диагностикалық мақсатта тамыр соғуын басқа да қан тамырларынан анықтауға болады. Ұйқы артериясында, сан артериясында, тізе асты артериясында, самай артериясында, асықты жілікті артқы артериясында, табан бетіндегі артерияда. Артериялық қан қысымын өлшеу. Мақсаты диагностикалық. Іс-әрекет алгоритмі: науқасты ыңғайлап жатқызу немесе отырғызу. Тонометрдің манжетасын науқастың жалаңаштанған иығына, шынтақтың иілген жерінен 2-3 см жоғары, жүрек деңгейінде, оның арасынан бір саусақ өтетіндей қылып қондырады. Манжетаны иыққа ілмек көмегімен жұмсақ ұлпаны қыспай бекітіңіз. Манометрді манжетамен бекітіңіз. Оны манжетаға бекітіп, тілдің қалпын, шкаланы 0 белгісімен турасын тексертіңіз. Шынтақ шұңқыры аймағындағы шынтақ артериясынан тамыр соғуды анықтаңыз. Фонендоскопты осы жерге қондырыңыз. Алмұрт тәрізді баллоншадағы вентильді жауып, манжетаға баллоншамен ауаны толтырыңыз. Шынтақ артериясындағы пульсация жоқ болып кеткенше және манометр қалыптан жоғары 20-30 мм сынап бағанасын көрсеткенше. Вентильді ашыңыз және ақырын манжетадан ауаны жаймен босатып қоя беріңіз. Бағананың немесе тілдің жылдамдығының түсірілуін қараңыз. Көрсеткіштер жылдамдығы 2 мм сынап бағанасынан өзгеріп отырады. Бір мезгілде көңіл қойып артериядағы дыбысты тыңдаңыз және манометрдің көрсеткішін қадағалаңыз. Бірінші дыбыс пайда болған мезгілде манометрдің көрсеткішін белгіленіз. Ол систолалық қан қысымы.
және дыбыс жойылған кезде диастолалық қан қысымы. Манжетадан толығымен ауаны шығарыңыз. Науқастың қолынан тонометрді манжетасын шешіңіз. Мәліметті сандық жазу түрінде бақылау парағына және бөлшек түрінде қызу парағына жазыңыз. Емшараны қайталап алынған мәліметті салыстырыңыз. Фонендоскоптың басын 2 рет 70% спиртпен зарарсыздандырыңыз. Науқасқа өлшеген қан қысымы нәтижесін хабарлаңыз. Адамның жасы ұлғайған сайын организмінде қалпына келмейтін процестер орын алады. Олар өмір бойына қан қысымының көтерілуіне әсер етеді. Адамның жасы қаншалықты үлкен болса, оның қан қысымы соншалықты жоғары болады. Қан қысымын дұрыс өлшеу үшін келесі нұсқауларды сақтаған жөн. Қан қысымын өлшер алдында денеңізге күш түспеуі керек, шылым шегуге болмайды. Тамақтанғаннан кейін бірден артериялық қан қысымын өлшеу дұрыс нәтиже көрсетпейді. Қан қысымын өлшегенде ыңғайлы орындыққа отыру керек. Арқаны әлденеге тіреп отырған дұрыс. Қан қысымы өлшеніп жатқан қолды жүректің деңгейінде қою керек. Қан қысымын өлшеген кезде қимылдау және сөйлемеу керек. Қан қысымын екі қолдан да өлшеу керек. Қан қысымын өлшеу туралы видеоны төмендегі ссылкадан көре аласыз. Жаңа тақырыпты бекіту. Температуралық параққа дене қызуын қара түсті қаламен, тамыр соғуын қызыл түсті және артериялық қан қысымын жасыл түсті қаламен белгілеуді үйрену. Екінші, жағдаяты тапсырмаларды орындау. Тапсырма номері 1. Терапия бөліміндегі науқаста ертеңгілік дәрігерлік және медбикелік тексеруде артериялық пульсі 99 минутына болды. Дене температурасы 37,4 градус. Сіздің іс-әрекетіңіз. Температура парағына графикалық түрде аталған көрсеткіштерді тіркеңіз. Тапсырма номер 2. Пациенттің тамыр соғысы есептегенде минутына 50 рет соқты. Осы тамыр соғысына жалпы сипаттама беріңіз. Аритмия, брадикардия, тахикардия туралы айтып беріңіз. Тапсырма номер 3. Терапия бөлімшесінде емделіп жатқан пациенттің тамыр соғысы есептегенде 100 болды. Медбике іс-әрекетіне тоқталыңыз. Тамыр соғысы есептеу ережесін айтып және көрсетіп беріңіз. Келесі тапсырма термин сөздер жиынтығын жасау. Көрсетілген үлгіде жаңа терминдерді жазып, жаңа анықтамасын көрсету керек. Мысалы, брадикардия, ол тамыр соғысының әлсіз болуы, 60-тан төмен. Өзіңізді бағалайтын кезде келді. Үйге тапсырма. Тақырыпқа сәйкес кластер немесе Вен диаграмма жасау. Дәрісті қайталап, тест сұрақтарын дайындау. Күнделікті толтыру. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп атам қазақ айтпақшы, ауырмаудың жолын іздейік. Ол үшін спортпен шұғылданып, дұрыс тамақтану қажет. Аман есен болайық.